Erkeblanмен 2 minut 3 раунд. Это детский бокс. Мен айттым оған 3 минут 5 минут 5 раунд. 3 минут 5 раунд. Мен маған айттым. Мұхит ағай сен шалсың дейді. Мен айттым оған, егерде мен шал болсам, сенде сол мүмкіндік болады. Егерде сенің мінезің шыдаса, 3 раунд, 5 раунд, 3 минуттан мені тексер дедім. Шыдайсың ба? 3 минут, 5 раунд. Алжаным, бұл жақта Мұхаммеджан Чечет, біз гонорарды кісіне сөйлесе алмай тұрамыз. Мен бокстан, мен боксер емеспін, бірақ бокстан шығып отам. Қазақ қырғыз бір туған, Еркебұлан ұттым, мен Мұхит ағамды ұтам. Ничего, спортта ұмыт болмай, чисто достым. Марсел, бауырым, жануаршин, інім. Мен саған бір нәрсе айтайын. Мен сені сыйлаймын, құрметтеймін. Қырғыздар маған бөле болады. Қырғыз елі, Құдай қаласа, Алла қаласа, маған да үлкен қолдау көрсетеді. Бірақ мен саған айтайын, сен жаңа гонорар жайлы айтып отырсың. Маған гонорар қызық емес. Мен тоқтаңдар. Бұл маған айтты. 2 раунд Мұхит ағай. 2 минуттан 3 раунд боксасақ деді. Құдай қаласа жекпе-жекке шықсақ. Мен бұған айттым. 5 раунд 3 минуттан дедім. Апыл айтады, маған гонорарды көбейтсін дейді. Маған гонорар қызық емес, маған халқымның ризашылығы керек. Әуелі Алла иншалла Құдай қаласа 39 жасында мұндай жігіттерге нағыз бокс не екенін көрсетеді. Құдай қаласа тестер. Мұхит аға, қонақ-қонақ кісіне сөз бергілі. Мұнакей, мен бокстан түсіп отам, мен боксерлер, мастер спорт бокс, международный мастер спорт бокс. ММА-дан шықсын, 20 раунд бұған мерді чайқайым. ММА-дан шығып көрсінші мен, 20 раунд мерді сүдірет. Мұхит ағаны бұлай, полды арчи. Мұхит ағаны клетканың сыртында сыйлайым, ішінде сыйлавайым мен сізді. Сыртқарға шыққанда, сіз мен ағам болшыңыз. Клетканың ішінде соперниксіз. Достар, егер де ол ММА-да жүре берсе, мен оған ешқандай шатағым болмайды деді. Ол менің үйіме келді, менің шаңырағыма бокс ережесіне келді. Боксқа келген соң, мен оған видео тастадым. Анау мынау деп кішіме аймен айтпа. Шығасың ба? Шық! 3 минут, 5 раунд! Ондай болса, халықтан бір сұрақ жүрек. Келесі турнирде осы жекпе-жек сіздерге қызық па? Ондай болса, ортаға келейік, бір стартауын өткізейік. На следующем турнире возможное противостояние Мухита Мансаев и Марсель Нурманбеков. Ахмед. Мұхит аға, сізден ұтылған актермін деп жүрмін. Алдынан айтпайым, актер болсаңыз актермін деп. Ана тренермен мен 40 жасқа шықтым деп шықтадым ба. Мен 40 жаста болсам да, мен сондай бір стильный жігітпін. Айтсаңшы! Сен сияқты ауылдан шыққан жігіттерге қалай киіну керегені үйретіп жүрмін. Боксты да үйретем. Ну что, уважаемые джентльмены, я думаю, всем выражаем огромную благодарность и спасибо. Давайте будем освобождать ринг, потому что наш турнир продолжается, и с минуты на минуту